Құрметті қыздар, құрметті жігіттер, мен жаңа уақыттарын алып отқан себеп тез айтайын. Мен қазір анада бір рет сіздерге айтқан болатынмын. Алланың қалауымен өзімнің енді бокста жүргеніме, яғни спортта жүргеніме 27 жылдан астам уақыт болыпты. Боксты жалпы 97 жыл бастағанмын. Яғни уже 27 жылдан 28 жылға кетіп бара жатыр екен спортта жүргеніме. Содан бүкіл үйренген, көрген мұхит ағайлардың секіріп, аунап, жүніріп мына болып жүргеннің арқасы, міне ол бірінші Алла болса, Алланың берген осы күш қуаты спорттың арқасында. Осы спортта үйренген, көрген, өз-өзімді жақсартқан дүниемді, жалпы кішігірім танысу, 27 жылдық спортта жүрген, әйтеуір үйренген, көрген дүниемді мұхит ағайлардың боксының авторлық методикасын жасаған. Қойшы. Молодец. Молодец. Қалай, нормально? Қойшы ма? Мен бұны айтайын деп отқаным, мен бұл жерде бір керемет бір табыс тауып бұны бір табыс үшін істеген жоқпын бұл дүниені үшін. Бұл дүниені мен жасаған сен қолдан келгенше мен білмеймін қанша сатылады. 10 мың теңгеден сатып алатынмын. 10 мыңда негізі 30-40 мыңнан сатамын деп ойлағанмын негізі ше. Сондай ой болды, 30-40 мыңнан сатамын деп. Құдайға шүкір алатын адамдар енді алуға алмайды. Сосын ар ойланып, бер ойланып, берде мақсат енді байып кету мақсаты болмағандықтан көп адамдарға қол жетімді болсын дедім да, бұл бұдан түскен ақшаны мына жерде мына баланы көріп тұрсыздар ма суретте, мына мен Далер деген балам. Мына Далер деген балам. Оқушым мен. Бұның әкесі де тура сене сияқты маған боксқа келеді. Соның 4 баласы бар. 4 баласы бар баланың деген. Маған боксқа келеді, өзінің баласы келген. Айтайын деп отқаным, соның үлкен баласы 2012 жылы ракпен ауырып қалған 5 жасында. Сүйек рагы болды, рак кости. Өте осложнение болды. Енді өзі Аллаға шүкір ақшасы болды, несі болды, өзі кішігірім бизнесмен. Германияға барып 10 жыл бойы баласын емдеді. 10 жыл бойы. Яғни 2012-ден 2022-ге дейін постоянно жыл сайын емдеп жүрді. Аллаға шүкір ракты жеңді. Рак кости, оказывается, осложненный рактардың түрі екен, ең ауыр. Соны жеңді, Аллаға шүкір, баланы аман қалдырды. Сүйекті кесеміз деген негізі. Бірақ сүйекті кестірмей, орында қалдырып, әйтеуір емдеп шығарды. Аллаға шүкір алхамдулилlah. Сонымен 2022 оф деп бұлай деп шыққан кезде, осыдан бір ай бұрын, бір айдан сәл-сәл астам бұрын маған звондайды, Мухит, у меня беда дейді. Өзі орысша сөйлейді. Марат ата, Мәке, что случилось? У меня младший сын, ему 4 годика, тоже заболел раком дейді. Кіші баласы, екінші баласы ракпен ауырған. 4 жаста. Бала 4 жаста. Кезінде үлкені 5 жаста ауырса, мына 4 жаста ауырды. Мен мұны сендерге айтып түсіндіріп отқан себебім просто мен осыдан 1 жыл, 1,5 жыл бұрын осындай сборлар жинайтын, ақша көмектесейік, бүйтейік, сөйтейік. Енді менде как бы Аллах разылығы үшін жасайын деп, сондай бір қолдан келгенше немеге жасамасқа деп жасап жүргем. Сосын енді мен спорт болғаннан кейін, өмірді былай жақсы көру, өмірді сүйіну, сондай қызықты бір контент болғаннан кейін, мен әр бала ракпен ауырып, қиналып отқан жан, я эмоциональный человек. Әр бара беріп жүрегім ауырады да езіледі. И бүкіл әлемнің ауырып адамдарға не поможет деп мен шештім да, мен одан я уже откажусь дедім, мен отказался от этого. Болды, мен ондай істемеймін, жасамайын деп. Ал берді енді Марат маған звондағаннан кейін, бұл Марат мен семьясын білгеннен кейін, Мараттың маған боксқа келеді, еще раз айтамын, туған үлкен баласының жағдайын мен білетін ракпен. И одан кейін кіші баласы ракпен ауырғаннан кейін естіп, мен жүрегім шыдаймын. Я тебе помогу дедім. Со сбором денег я тебе помогу дедім. Что в моих силах, давай я поеду, барам дедім онкологический больница барам, баламды түсірем, и 54 миллион ақша керек. Маған звондап айтты, Мұхит, 54 миллион ақша керек, 32 миллион 500 менде бар деді. То, что надо, я все продал деді. У меня сейчас нет уже денег. Мне не хватает 21 500 деді. Бардым, я сразу согласился, бардым, видеоролик снимать еттім, бәрін жасадым, істедім. Сөйттім да қазіргі уақытқа дейін сол балаға біз почти 51 миллион ақша жинап тастадық. Какой-то 3 миллион бар жігіттер. 3 миллион. 3 миллион бар. Қазір Турцияда уже операция дайындалып отыр бала. Берді мен айтайын деп отқан осы видеоны мен жасадым ғой. Соны мен білмеймін, бір адам аламын, 2 адам аламын, 1000 адам аламын, 10 адам аламын, 10 мың теңгеге аламын, 20 мың теңгеге аламын, мен білмеймін қанша адам аламын. Бірақ қанша теңге шықса да, сол ақшаны мен ертең Маратқа барып сотайыншы деп. Өйткені жаным қиналып жатыр да. Есіне. Сондықтан жаңа айтып отырмын ғой, Алла тағала бізге осы денсаулық берді ме, денсаулығымызды қадірлейік.
ауырмай. Мына жаңа видеороликті алған адам не только оны көріп, оның ішінде жаңа элементарный дұрыс тамақтану деген сияқты видео формат бар ішінде. Одан бөлек өзіңді дұрыс жаттығуға келгенде бокс тәсілдерімен, үйрену, спортпен өзіңді қалай жақсартасың деген дүниелер бар да, қызықты, өте қызық. И качествосы өте мықты, качествоға мен ештеңе аяған жоқпын. Ана Голливудта кинолар снимать етеді ғой. Вот сондай немен аппаратурамен снимать етеді мен, чтобы көрген адам просто рахаттанып көріп отырсын деп. Бұны мен айтайын деп отқаным. Кім үлесін қосады? 9.900 теңге тұрады. Соны алған адамның ақшасы ертеңгі соны сауап болып тиеді. Араларында бар ма? Шыңдашы. Кім алған? А? Без разницы. Қазір алсаңдар вообще күшті болады. Қанша? А? Болады потом алсаң. 9.900 теңге. 9 адам алды. 9 адам почти 10 мың теңге демесек, 90 мың теңге. Алла разы болсын. Вот сендер как бы это 9.900 теңге, это для кого-то большие деньги, для кого-то это маленькие деньги. И бір жақсы жасағанын мы это забываем, понимаете? Вот мы сейчас ради пацана 9.900 бір уақыт өтті, біз оны ұмытып кетеміз. Но Аллах этого никогда не забудет. Сол сендердің берген бүгін садақалар, ертең сол бала жазылып шығып, амандығына ақшасын әкеліп біз жинап бердік. 3 миллион. Я уверен, сол бала жазылып шығып. И на сендер бүгін айтайын отқан садақалар, это никогда не забудется. Мы сами забудем это. Потому что мен өзім қаншама біреуге кәбі 10 мың беремін, 100 мың беремін деген сияқты. Ұмытып кеткенде я не помню даже. Но Аллах это не забудет. Осы сендер жасаған істерліктерді Алла тағала сендердің жанұяларыңа, бала шағаларыңа, өздеріңе 1000 еселеп қайтарады. Алла разы болсын. Үлкен рахмет, қолдауларыңа рахмет. Алла разы болсын. Бүгінгі жаттығу аяқталды. Уақыттарыңды алған